Мына діни қызмет діни бірлестік туралы заңында нақты түрде көрсетілген діни миссионерлік қызмет қай жерде жасалуға рұқсат берілген. Діни миссионерлік қызметті жасау үшін әуелі баста мемлекеттік уәкілетті органнан рұқсат алу міндеттеледі. Ол дегеніміз дін істер комитеті және олардың аймақтық құрылымдары, дін істер басқармалары сол жерге барып өзінің ашқысы келетін бір діни бірлестігін тіркейді. Егер шетелден келетін миссионерлер болатын болса, оларды тіркеу қажет, немесе азаматтығы жоқ, немесе Қазақстан азаматтары болатын болса, оларды тіркеу міндеттелген. Сенімді ме ол адам? Ол бұрын соңды істі болған ба, болмаған ба, өз саласының маманы ма, соның барлығы зерделеп тексеріледі. Ал енді миссионер бар, діни бірлестік құруға рұқсат берілді. Ал енді сырттан келетін адамдардың барлығына уағыз насихат жүргізіледі. Бұл уағыз насихат жүргізілу материалдарының барлығы әуелі баста дін істер комитетінің дінтану сараптамасының қорытындысы тағайындалады. Оң қорытындысын беретін болса, сол діни бірлестік сол материалдарды сыртынан келушілерге барлығына таратып, өздері айтуға болады, рұқсат беріледі. Ал енді әлеуметтік желілерге келетін болсақ, әлеуметтік желілер 2011 жылы әлеуметтік желілер ол кезде дамымаған кез еді. Барымызға белгілі тек қана агент бар. ВКонтактының өзі енді шығып келе жатқан халықтың арасында танымал емес еді. Ал енді әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 453 бабында да, 490 бапта да діни мазмұндағы материалдар тек қана арнайы мемлекеттік уәкілетті орган рұқсат берген стационарлық орындарда ғана таратуға рұқсат беріледі. Біздің ата заңымызда да белгіленген Қазақстан Республикасы демократиялы, зайырлы мемлекет. Зайырлықтың принциптерінің бірі өзімнің діни сенімімді басқа бір Қазақстан Республикасының азаматына күштеп енгізе алмаймын. Кім қандай діни наным сенімді ұстанады, қандай діни нанымға сенеді, өз еркі. Бірақ сол ұстанатын діни наным сенімі Қазақстан Республикасының аумағында тіркелген болуы қажет.